Ассалаумағалейкум достар. Ұлы футболшылардың өмір баянына негізделген ТФ энциклопедиялық шығарылымның 20-шы санына да келіп жеттік. Бүгінгі біздің қаһарман лондондық Тоттенхэм және Оңтүстік Корея құрамасының шабуылшысы Сон Хэн Мин. Бұл ойыншы аяқдоп әлеміне қалай келді, жетістіктеріне қалай жетті? Осы және өзге де жайттар төңірегінде білгіңіз келсе, алдымен лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Біз бастаймыз. Сон Хэн Мин 1992 жылдың 8 шілдесі күні Оңтүстік Кореяның Чхунчхон атты қаласында дүниеге келген. Наурыз айындағы сұхбаттарының бірінде Сон балалық шағындағы бірнеше сағатқа созылған жаттығу жұмыстарын тілге тиек етті. Бұған өзінің әкесі Сон Вун Чон итермелеген екен. Ол бұрынғы кәсіби футболшы, жарақаты себепті 28 жасында мансабын аяқтаған. Аяқсыз қалған армана өзінің болашақ ұлдарының өмір жолын айқындап берді. Яғни Сон Хэн Мин және оның үлкен ағасында осыдан өзге таңдау мүлдем болмады. Бір күні балақайлар қатты дауласып қалады және әкесіне әрине бұл ұнамады. Оларды қатаң түрде жаза күтіп тұрды. Ол бізге 4 сағат бойы допты көтеріп тұруды тапсырды. 3 сағаттан соң көзім қарауытып, еден қызыл түске боялғандай көрінді. Өте қажыдым. Осыншама уақыт бойы допты ұстап тұру, оны жерге түсіріп алмау қиын ғой, солай емес пе? Дейді Сон. Осыған ұқсас оқиға әкесі Сон қатысатын мектеп командасын жаттықтыруды қолына алған сәтте қайталаныпты. Допты ауада 40 минут уақыт бойы ұстап тұру қажет болған. Өзге балалар қателескен сәтте ешқандай да реакция болмаған. Ал Сон түсіріп алған сәтте бүкіл құрам жаттығуды қайта басынан бастайтын. Жаттығулардың басым көпшілігі икемсіз аяқты мығым етуге арналыпты. Дриблинг, пастар, әсіресе соққы жағына. Қорытындысында не көрдік? Жауапты статистика көрсетіп тұр. Премьер-лигадағы 42 голының 17-сін Сон сол аяғымен соққан. Өткен жылдың күзінде Сон Еуропаның топ лигаларында қос аяғымен де еркін көсіле алатын үздік ойыншылардың қатарына енді. Тоттенхэм жұлдызы соққыларының 42% сол аяғымен жасайды. Ағылшын премьер-лигасында тіпті икемсіз аяқпен соққы жұмсай алатындар тек Адам Лаллана мен Педро ғана. Сон сөзсіз абсолютті футбол маньяка. Тоттенхэм ойыншылардың әрбірімен жеке қол алысудың әмбебап жүйесін ойлап тапқан адамды қалайша осылай атамайсың. Бірақ әйгілі кәрістің футбол төңірегінен жырақ жолдастары жоқтың қасы көрінеді. Кореяда әлдекіммен жолғатындай мүмкіндігім болмады. Үнемі жаттығу жасайтынмын, дейді Сон Байерде доп теуіп жүрген сәтінде. Гамбург жастарымен ойнап жүріп, сол жақтың жігіттермен араластым. Қазір де дәл солай. Футболшылар мен футболға қатысы барларды ғана танимын деп айтсам да болады. Бірақ бұл мені еш алаңдатпайды. Футбол қызықты жандарға тола. Соннан ешқашанда жақсы гид, яғни жол нұсқаушы шықпас еді. Өзінің Ливеркузендегі өмір салты жайында ол былай деген: үйімнен шығамында жаттығуға барам, сосын кері қайтамын. Лондонда Сон 3 бөлмелі пәтерде ата-анасымен бірге тұрады. Ертеректе Бан Мин А және Со Юн секілді кореялық поп жұлдыздармен көңіл қосқан. Қазір жалғыз және мұнысы ұзаққа созылатын секілді. Әкесінің кеңесі бойынша форвард ойыншы ретіндегі мансабын аяқтамайынша әзірге отбасын құруға асықпайды. Әкеммен келісемін, үйленсең жанұяң бірінші жоспарға айналады, яғни әйелің мен балаларың. Футбол содан кейін ғана. Ал маған әзір үздік деңгейде доп теуіп жүргендіктен футбол бастысы ретінде қалғаны маңызды. Мансабым аяқталған соң 33-34 жасқа келгенде отбасылық өмірдің ұзақ мерзімі әлі алда болып қала бермек, дейді Сон. Көптеген ойыншылар мен бапкерлер футболдан назарды өзгеге бұру үшін гольф ойнап жатады. Бұл жайтта Сонға еш таңсық емес. Уақыттың көп бөлігінде сен оның жанында тұрасың, бірақ ештеңе жасамайсың. Гольф Кореяда аса танымал. Кейде оны теледидар арқылы тамашалаймын, бірақ ойнау деген бөлек. Допты барынша қаттырақ соғасың, артынша оны іздей бастайсың. Бұл іш пыстырарлық. Одан да үйде қалып демалып, әуен тыңдағаным жақсы. Ағылшын жеріндегі алғашқы маусымында Сон АПЛда негізгі құрамда 13 рет алаңға шықты. 2016 жылдың жазында кеткісі келген, бірақ Почеттино қала тұруға көндірген. Сол бір кезеңдер және форвардқа берілген мотивация жайында Тоттенхэм бапкері Brave New World Inside Почеттино Spurs кітабында былай дейді: Германиялық клуб оны сатып алғысы келді және ол міндетті түрде ойнайтын болады деп уәде берген. Мен үнемі мұндай уәделер футболшылар үшін ажалмен бірдей деп айтып келем. Одан да серіктестеріңнен үздік болсаң, ойнайтындығыңа сенімді болған абзал. Егер алдын ала барлығы жазылып қойса, ойыншының әлсіз бола түсу қаупі басым. Біз Сонға алаңға шығу үшін оған лайықты болу қажет екендігін түсіндірдік. Нашар өткен маусымнан соң кеткісі келген. Алайда мен оған өзімдегі жоспарға енетіндігін, оны жайдан жай жібере салмайтындығымызды ұқтырдым. Ол қалуды шешті.
2017 жылдың көктемінде Почеттино оның алаңдағы шешімсіздігіне ренжіген болатын, тіпті ультиматум танытты. Егер осылай жалғастыра беретін болсаң, сен бізге керек емессің дейді. Соңға қос бірдей сәтте алдыға жылжымай, өте сақ ойнағандығын дәлелдейтін видеоны көрсетеді. Бұл оған және командаға кедергі келтірді. Өзі де қателігін мойындап келісті. Мен оны Миллуоллда көргім келмеген, бірақ алаңға шығаруды шештім. Және ол мұнда керемет ойнады, деп еске алады Почеттино. Миллуоллға қарсы ойынға дейін Сон жартай бойы гол соқпай келген. Сол күні ол хет-трик жасайды. Сол маусымда Тоттенхэм Сон гол соққан ойындарда міндетті түрде жеңіске жеткен. Келесі ойында егер Сон гол соғатын болса, мен киім ауыстыратын бөлмеге аттанып душ қабылдаймын және ойынның біткенін күтемін, деп қалжыңдаған болатын Почеттино кореялық ойыншы Боруссия қақпасына гол соққаннан кейін. Сон Хэн Мин әскерге бару міндетінен босатылған. Оңтүстік Корея елінің заңы бойынша кәріс спортшылары егер мына заңдылықтар орындалса әскери борышын өтеу үшін шақыртылмайды. Бірінші, егер ол Олимпиада ойындарында қандай да бір медаль еншілеген болса. Екінші, егер ол Азия ойындарының жеңімпазы болса. Оңтүстік Корея құрамасы 2018 жылы Азия ойындарының финалында Жапонияны жеңді. Негізгі уақытта есеп ашылмай, қосымшасында 2-1 есебімен басым түскен. Осы жеңістің арқасында ойыншылар әскери міндеттен босатылады. Осылайша Тоттенхэм көшбасшыларының бірі Сон Хэн Мин енді ресми түрде әскер қатарына шақыртылмайды. Ал егер сол уақытта жасы 26-да болған футболшының турнирде сәтсіздікке ұшырағанда не күтіп тұрды? Оңтүстік Корея әскері ол мейлі спортшы болсын, барлығында шақырады. Жас мөлшері 28-ге дейін. Жеңілдетілген түрлері де бар. Әскери борыштың орнына футболшы кез келген кореялық клубта жарты жылын өткізуі тиіс. Артынша шамамен тағы 2 жылдай уақытты қорғаныс министрлігіне қарайтын қос команданың бірінде өткізуі шарт. Егер мұндай жайт орын алмаса, спортшыны әскерге алып кетпек. Міне, осы себепті Сон Азия ойындарына титул және бостандық үшін аттанды. Оңтүстік Корея 2014 жылғы ойындарда да жеңіске жеткен, бірақ Сон турнирге қатыспады. Байер оны жібермеуі себепті. Тоттенхэм болса жағдайды түсінді. Кәріс лондондықтар құрамында алғашқы турда бірнеше минуттар ғана көрініс беріп, іле-шала Азия ойындарына аттанып кетті. Барлығы бекер емес. Оңтүстік Корея титул жеңсе, Сон турнирде 1 гол соғып, әскерден босатылды. Сон Хэн Мин биылғы жылы Чемпиондар лигасы ширек финалдың алғашқы матчында Тоттенхемге Манчестер Ситиден жеңісті жұлып алып берді. Аяқталуға 12 минут уақыт қалғанда Сити қорғанысын оң қанат арқылы бұзып жарып, Эдерсонды сан соқтырды. Бұл жеңісті тойлатудың ең үздік әдісі құпия қол алысу. Тоттенхемнің кез келген ойыншысы үшін кореялықтың өзіндік сәлемі бар. Адамдар мұның барлығын мен ойлап тапты деп ойлайды, бірақ менің ойымша бұған себепкер Деле Али секілді, дейді ол. Мен үшін қол алысу ерекше дүние. Жігіттер менің жай ғана командаластарым емес. Олар маған дос. Олардың әрқайсысына менде өзіндік қол алысу бар. Қалғандарына бұл ұнайды деген ойдамын. Ал Маурисио Почеттино үшін индивидуалды қол алысу мәнері жоқ. Мен бостың қолын қыспаймын, оған жай ғана сәлем деймін. Оған осы тектес дүниелерді ұсыну мен үшін өте қорқынышты көрінеді. Ағылшын премьер-лигасының биылғы маусымда 11-ші турда Сон Хэн Мин Эвертонға қарсы матчта Андре Гомешке байқаусызда ауыр жарақат салып қойды. Топқа иелік еткен португалиялықты тоқтатуға тырысқан Сон шалыс жасайды. Бірақ фолдың арты Гомеш аяғының сынуымен жалғасын тапты. Осыдан соң кореялық бұл жайтқа өзі куә болып, басын ұстаған күйде үлкен күйзеліске түседі. Оның бұл реакциясы артынша әлеуметтік желілерге кең таралған болатын. Салдарға куә болған төреші осыған дейін көрсетілген сары қағазын алып тастап, тікелей қызылмен оны алаңнан қуады. Дегенмен кейінірек ағылшын футболы өкілдері бұл жайттың қызыл қағазға татымайтындығын анықтап, оның бұл жазасын алып тастайды. Міне, бүгінге осы құрметті көрермендер, оңтүстік кореялық жұлдыз ойыншы жайында тұшымды ақпараттарды айттық деген ойдамыз. Ендеше лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қоңырау түймешесін басуды да естен шығармайық. Келесіде қай ойыншы жайында білгіңіз келеді, оны пікір алаңына қалдыра кетіңіздер. Мен Есбол Қарағұл, келесі кездескенше.